Астанаға ресми сапармен Германияның канцлері Олаф Шольц келді. Еуроодақтың іргелі мүшесі Қазақстанға тікелей инвестиция құюға мүдделі. Тараптар тауар айналымын арттырып, сауда байланысын нығайтуға келісті. Еуропалық одақ Ресейден іргесін аулақ салған соң Орталық Азияға ойысып жатыр. Аталған тараптардың бірі орыспен қату, бірі тату болса да, геосаяси шиеленіс жаңа шешімдер қабылдауға мәжбүр етті. Жағдайға қарап, екі жақтың мүддесі де өзгерді, межесі де белгіленді. Біздің аймақ Ресей және Қытаймен шектесетін маңызды логистикалық рөл атқарады. Пайдалы қазбалардың көзі, сирек кездесетін металдар бар. Ал Қазақстанға инвестиция мен тың технология тарту керек. Орайлы сәтті оңтайлы пайдалануға Олаф Шольц те үмітті. Бұл Германия үкіметі басшысының соңғы 14 жылдағы елге алғашқы сапар екен. Ресми. Елдеріміздің арасында өзара сенім бар, берік достық қатынастар орнаған. Біз жаңа ғана шағын құрамда екі жақты қарым-қатынасты одан әрі нығайту мәселесін талқыладық. Сауда, экономика, инвестиция саласындағы ықпалдастықты тереңдетуге ерекше назар аудардық. Бұдан бөлек өзекті халықаралық мәселелер туралы сөз қозғадық. Әсіресе қазіргі геосаяси ахуалға, жаһандық қауіпсіздікке және аймақтық дамуға, климаттың өзгеруіне қатысты пікір алмасты. Канцлер президенттен Украина төңірегіндегі жағдайға қатысты пікірін сұрады. Қасым-Жомарт Тоқаев әскери тұрғыда Ресейдің жеңілмейтінін айтты. Кесірі көрші елдерге тиетінін жеткізді. Бірақ бейбітшілік орнатуға әлі де мүмкіндік барын нақтылап өтті. Мемлекеттер басшылары келеді, кетеді. Ал халық, әсіресе көршілес халықтар бейбіт әрі бір-бірімен түсінісіп өмір сүру керек деді президент. Өтінішінен кейін Олаф Шольц өзімен бірге іскер топтардың белді өкілдері келгенін айтты. Сіздің еліңізге тікелей инвестиция салу және сауда айналымының көлемін арттыру үшін экономикалық байланыстарымызды жақсартуға барлық жағдайды жасаймыз. Энергетика саласындағы серіктестігіміз дәйекті түрде алға жылжып келе жатқанына дән ризамыз. Екі ел арасында сенімді әрі жүйелі ынтымақтастық орнаған. Бұл бүкіл әлемге жақсы үлгі. Сондай-ақ біздің алдымызда тұрған халықаралық сын қатерлер төңірегінде жан-жақты пікір алмасқанымызға қуаныштымыз. 2025 жылға дейін Еуропамен арадағы тауар айналымы 50 миллиард долларға жету керек. Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр Қырғызстанда өткен Орталық Азия мен Еуроодақ саммитінде осылай деген. Бұған қуатты мемлекет ретінде Германияның қосар үлесі сүбелі. Германия тарапынан сирек металдар туралы қызығушылық өте зор. Қазір литий туралы геологиялық барлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер олар осы литий Қазақстанда тапса, одан кейін литий өндірілетін заводтары осы компания жоспарының бойынша Қазақстанда тұрғызға бар. Тараптар өзара тиімді сауда-экономикалық ынтымақты арттыруға мүдделі. Әсіресе энергетика, жасыл трансформация, тау-кен өнеркәсібі, көлік логистика, климатты қорғау, экология және ауыл шаруашылық салаларында ықпалдастықты күшейтпек. Білім ғылым саласында да 6 келісім бекітілді. Аграрлық университет Алматыдағы, соның негізінде су шаруашылығы ғылыми зерттеу орталығы ашылады. Қазіргі таңда су мәселесі үлкен мәселеге айналуда. Сондықтан арнайы практикалық қолданбалы ғылыми зерттеу орталығы болады. Соңғы 7 айда арадағы сауда саттық 2 миллиард 300 миллион доллардан асты. 2005 жылдан бері Германиядан 6 миллиард 700 миллион доллар инвестиция тартылған. Бұл қаржының 90% шикізаттық емес секторға тиесілі. Нысаналы Ығыл, Нұралы Құдайберген, Жібек жолы.